жоқ. Ондай нәрсе жоқ қой мен айтып тұрмын ғой мен. Ашыңыз айтып көрсетіңіз болды. Нелеріңіз көрейік те болды. Асеке, ассалаумағалейкум. Асеке, қалайсыздар? Аман есесіздер ме? Асеке, мына Шымкент қаласы, Тұран ауданы, мынау бұрынғы Громова көшесімен қазір мынау Михаил Ломоносов көшесіндегі тұрақта өзімнің көлігімде отырдым. Көлік дәл қалай тұрды? Дәл солай тұр. Көлік қозғалған жоқ. Ішінде заңға қайшы келетін әрекеттер жоқ. Бірақ көлігімде отырған сәтте маған бейтаныс полиция қызметкері келіп, аты жөнін таныстырмай, қызметтік куәлігін көрсетпей, бірден құжат сұрап, менің көліктен түсуімді талап етеді. Бұл қалай болды, Асеке? Мынау барып тұрған заңсыздық қой, Асеке. Одан кейін екінші жартылай киінген полиция қызметкерлер келеді, кеудесінде ешқандай жағындай бейне жетондары жоқ. Олар да келеді дағыны, дәл солай, не үшін құжат сұрап жатсын деп мен сұрасам, не үшін тексеру дейді. Не үшін тексеріп жатсыңдар десем, бізде ОПМ, іс-шара ОПМ дейді. Іс-шара ОПМ дейді. Түсіндірмейді маған, не үшін құжат сұрап жатқандарын ешқайсысын түсіндірмейді, дөрекілік танытады. Сөйтеді дағыны сол сәтте үшінші бір полиция жағындай, учаскелік полиция қызметкері келеді дағыны, заң атымен талап етіп, менің көлігімді тінтімекші болады. Қасында ешқандай понятойлар жоқ, ештеңесі жоқ. Менің көлігімді жұлқып, заң атымен талап етеміз деп тінтуге кіріседі. Мен бұл қалай, Асеке, мен бұнау барып тұрған заңсыздық емес па? Мен көлігімде отырам, олар келеді да баса көктеп, ешқандай не үшін құжат сұрап жатқан, не үшін тексеру болып жатқан ешқайсысын түсірмейді да, келеді да менің көлігімді тінтуге әрекет жасайды. Асеке, мен кәдімгідей қорқып қалдым, мынау қолдарым бәрі дірілдеп тұр. Асеке, мына келеді, көлігімнің есігін ашып тінтімекші болды. Мен түсінбедім, бұлар мен көлігіме бірдеңе салып жібергісі келді ме, әлде бірдеңе алғысы келді ме, мен түсінбедім. Бұл қасында ешқандай понятойлар да жоқ. Бұл не деген бассыздық? Сұрасаң айтады, не болып жатыр, не үшін сұрап жатсыңдар десек айтады, бізде жағындай ОПМ деген іс-шара, ОПМ. Бұл республика көлемінде дейді. Не үшін тексеріп жатсыңдар десем, сенің көлігің 13-ші регионның көлігі дейді. Сол үшін тексеріп жатырмыз дейді. Ешқандай мынау барып тұрған бассыздық қой, жартылай жалаңаш киінген. Мен дірілдеп тұрмын, Асеке, қорқып тұрмын қазір. Мен мына жерден кетіп қалайын ба, не істейін? Сонда көлікте мына жерде отыруға болмай ма? Дөрекілік танытады полиция қызметкерлері. Бұған не істеуге болады, Асеке? Қандай шара көруге болады? Автокөлігіңізде заңға қайшы нәрсе бар ма, жоқ па? Ондай нәрсе жоқ қой мен айтып тұрмын ғой мен. Ашыңыз айтып көрсетіңіз болды, нелеріңіз көрейік те болды. Не қыласыз? Бізде ОПМ шара жүріп жатыр. Тексереміз, нормально болса, сіз де біздің уақыттамаңыз, біз де сіздің уақытыңыз. Жоқ, мына кісілердікі дұрыс па енді? Нені? Ол сізге артық нәрсе, мен артық нәрсе көріп тұрған жоқпын. Сіздің әкеңіз, шешеңіз, сіздің өмір қасиетіңізге, өзіңіздің неңізге, намысыңызға тиетін сөздер айтып тұрған жоқ. Жоқ, бетекші. Заң атымен талап етеміз, көрсетіңіз автокөлік болды. Жоқ, тұра тұрсаңызшы. Демек қойыңыз. Жоқ, мен рұқсат берейін дедім, мен көрсетейін мен. Мен иығымнан бір жас бала ұқсатып болды. Сіздікі дұрыс болса ма? Сіз жас бала ұқсап бүйтіп ұрғаныңыз өтірік қой. Жоқ, бұл 13-ші регион. Оны білмейміз кім екен. Былай қарады, алып тексеріп отыр автокөлік. Кім екен, ешкім ешнәрсе жазылмаған. Не үшін өтсіз берді? Вопрос. Мен демалып отырмын, болмай ма отырмын? Жоқ, отыра болады. Енді себебі біреуді күтіп жатсыз ба, не қылып жатса, сол сұрақ қой болды ғой. Мен отырғым келіп осы жерде отырмын. Бұл заңға қайшы ма, отырмау керек, ұзақ отырмау керек. Басқа емес. Білмейміз ғой, не үшін отырғанын. Мына жер парковка ма, мына жер мына тұрған жер көлік қоюға бола ма? Көлік қойып тұрмын мен. Біреуді күтіп жатсыз ба деп сұрақ қойып жатырмын. Айтып отырмын мен демалып отырмын деп. Бұл сондай жауап берсеңізші болды. Мен жауап. Автокөлікте заңға қайшы нәрсе бар ма? Сұрадым ма менен? Сұрады ма сізден? Жауап бердіңіз ба? Жоқ, не үшін отырсың деп сұрадым ма? Келді да маған сразу құжаттарды, мына кісі келеді да маған түсір, құжаттарын көрсетіп түсші машинадан дейді. Мына вежливый ма ол? Кәдімгі полицияның. Жоқ, мейлі ғой. Жоқ, полицияның несіне жата ма, этикасына? Не деп айтты сізге? Не деп айтты? Не деп айттың бауырым? Келдің да сен, келдің маған. Құжаттарыңызды сұрадым сізден. Жоқ, бауырым, сен келдің да құжаттарыңды сұрадың да, түсші көліктен дедің. Бірінші не істеу керек? Обращение жасаған кезде